Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен дірілдеуік, яғни холодец дайындайтын боламыз. Ол үшін осылай сіңірімізді уақыттап, турап, барлық дәмдеу үшін пиязын барлығын қосып аламыз, және пиязды да, сәбізді де жақсылап пісіріп аламыз. Міне сорпамызды сүзіп барлығын дайындаймыз. Осы дайындалып жатқан барысында барлығын поэтапны сіздерге айтатын боламын. Алдымен міне жұмыртқамызды, сәбізімізді сәндік үшін ыдысымызға орналастырып аламыз. Мен сәбізді сорпада пісірдім, осы бульонда. Енді басынан бастап айтатын болсам, сирақты, үйтілген сирақтарды жаңа басты кастрөлге суды құйып, 2 сағатқа жуық уақытта асықпай әбден піскенше пісіріп аламыз. Сол кезде сіңір өте оңай алынатын болады, сүйектен ажырап. Енді алғаннан кейін суытып, жақсылап уақыттап турап, оның үстінен пиязын турап, жаңа дәмдеуіштерін, бұрышын, паприка, нені ұндатасыз барлығын саласыз. Оны бірыңғай қоя тұрып, сорпасының үстінен сорпаны сүзіп аламыз. Сосын сорпаға бұрышымызды кішкене, сосын лавр жапырақтарын, чеснокты уақыттап турап, салып, және сәбізін де соның ішіне пісіріп аламыз. Міне бульон піскеннен кейін жаңа ыдысқа көкөністерімізді жуа салсаңыздар болады, петрушка, укроп салсаңыздар да әдемілік үшін салып аласыздар да, сіңірдің барлық жерге жеткізіп, әдемілеп, қолымыз қасықтың көмегімен басып отырып, жақсылап орналастырып аласыздар. Барлық жеріне жеткізіп, нығыздап тұрып салып аласыздар. Менде 2 сирақтан осындай 2 табақша шықты. Қазір соңғы видеоларда көресіздер. Чеснокты мен піспеген чеснокты сіңірге араластырмадым, өйткені шикі чеснок жегенде ондай болмайды, жақсы. Лучше сорпаға салған жақсы. Мен сорпаға салдым. Сорпамен бірге бір қайнап шықты. Сорпаның соңғы қайнататын уақытында салып жібердім чеснокты. Енді жаңа орналастырып шыққан сіңірдің үстінен өз сорпасын ешқандай су, ешқандай май, ешқандай қоспай, яғни су, басқа еш нәрсе қоспай, тез қату үшін өз сорпасын өзінің үстінен құйып шығамыз. Тек қана ет батқанша емес, асырып, мына ыдысымызға сыйғанға дейін сорпаның барлығын осы сіңірдің үстінен құйып шығатынlarымыз. Енді мен жаңа айтып жатырмын, сәбізді, жұмыртқаны кескен кезде әдемі болу үшін қолдандым. Кейбіреулері жаңа ет тартқыштан өткізіп жатады, мен уақыттап турадым. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыздар болады. Бұл бір әдемі ғажап тағам ғой, ешқандай желатинсіз, ешқандай қоспасыз, өздігінен осылай бір-бірімен бірігіп, бір қыстың кезінде, сырттан тоңып келгенде, барлық уақытта балалар болсын нанмен жей қоюға өте тойымды ас. Осылай қатты қайнаған сорпамызды сіңірдің үстінен барлық жеріне жеткізіп, ыдысымыз толғанға дейін асықпай құйып шығамыз. Міне қыздар, менде осындай болып шықты, 2 табақша шықты, 2 сирақтан осындай 2 табақша шықты. Кішкене тегіс тұрмағандықтан мен орамал қойған болатынмын, астынан тегіс тұру үшін, сорпа төгіліп кетпес үшін. Енді суытып, әбден қатырғаннан кейінгі көрінісін көрсеңіздер, иісі аңқып, өте керемет тәтті болып шықты. Міне, біз жаңа жұмыртқа, сәбіз қостық қой, сол көрініс міне осындай болып тұрады. Әркім өз қалауынша істесе болады. Құрметті достар, менің арнама әр апта сайын жаңа рецепт шығады, сондықтан бірінші болып жіберіп алмай көріп отыру үшін лайк басып, тіркеліп, әрдайым қолдау отыруларыңызды күтемін.